Шаршенбековду ұтқан. Бирок bir жылдан кейін реванш болып Жолман Шаршенбеков анда Қалу Сулаймановду ұтып алған. Эми мына Қалу Сулайманов 67 килограммға өтті. Жана өте жақсы 4-4 ұпай. Қалу Сулайманов чүй дегенделе өте қоз бір ықманы жасады. Ақырқы игіліктері жөнінде сөз қыла тұрған болсақ, Қалу Сулайманов Dünya Kubogunda 2020 жылы Dünya Kubogunda қола медальды тағынған жайы бар. Әлбетте, Жомарт Матаев эми атандашына қарағанда bir топ жаш. Қалу Сулайманов 25 жашта, Жомарт Матаев болса 21 жашта. Жаштар арасында дүние чемпионы Қалу Сулайманов, жабық ғимараттағы Азия ойындарының чемпионы. 2017 жылы мындан шығар бірнеше иремелдештердің жеңүүчүсү. Жалалабад облысы Созақ районы Жергетал айылының балбаны Қалу Сулайманов. Бұға чейінки беттештері туралы сөз қылған болсақ, ой жақшы, дағы 4 ұпай жана бүтті. Қалу Сулаймановтың бұға чейінки беттештерін айтайын дегіче, Қалу Сулайманов дағы бір рет көзге толымды бір ықман.